Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағына қош келіпсіздер. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін сіздер жазушы, ғалым Жүсіпбек Аймауытовтың «Қанатты достарым» Қараторғай әңгімесімен таныс боласыздар. Бүгінгі мәтінді оқу барысында мәтінді бөліктерге бөлуді, ат қоюды және қажетті ақпаратты табуды үйренеміз. Оқушылар, тыйым сөздер құрастыр және оның мағынасын түсіндір. Өз ойыңды дәлелде атты бірінші тапсырмамен жұмыстанайық. Аққуды, құстардың, лақтырма, құсқа, атуға, болмайды, жұмыртқасын, досыңды, тас, болмайды, сатуға, жарма, жұмыртқасын деген сөздер берілген. Осы сөздерден тыйым сөздер құрастырып көріңіздер. Жақсы балалар, ендеше тыйым сөздерді тыңдайық. Аққуды атуға, досыңды сатуға болмайды. Құстардың жұмыртқасын жарма. Құсқа тас лақтырма. Бүгінгі тыйым сөздерді есіңе мұқият сақтап алыңдар. Ендеше балалар, Қараторғай мәтінімен танысып, мұқият тыңдайық. Жүсіпбек Аймауытов «Қараторғай» мәтіні. Көктем күнінің жылы, жарық сәулесі жерге түсіп, қар еріп жатыр. Күнгей жақтың қары ерей бастады. Қарға ұзақ қарқылдап жүр. Қамбар ата бірдеңе істеп отыр. Қасында балалар жүр. Ата, не істеп жатырсыз? Қонағыма үй істеп жатырмын. Сіздің қонағыңыз кім? Қонағымды көрерсің. Қонағыңыз қандай? Қонағым қолы басындай, мінезі қорғасындай, деп қарт жымиды. Қарттың сөзін түсіне алмай, балалар тұрып тарасты. Қар кетті, көк шықты, күн ашық. Бір топ қараторғай ұшып келе жатыр. Ауылдың үстіне келіп, жалт бұрылды. Олай-бұлай айналды. Биік ағаштың басында Қамбар атайдың кішкене үйшігі қалқиып тұр. Қараторғайлар ұшып ауылға келді. Біреуі барып үйшіктің аузына қонды. Жан-жағына жалтақтап қарады да, үйшіктің дөңгелек тесігінен ішіне кіріп кетті. Өзге торғайлар да ағаштың басынан орын алып, ұшып қонып жүр. Бауда көк шөптің арасында жыбырлап қоңыздар жүреді. Қараторғайлар ағаштан түсе қалып, қоңыздарды теріп жей бастады. Шалшықтан су ішіп, демалуға ағаш басына барып қонды. Тынығып алған соң ән салды. Манағы үйшікке кірген торғай сонда мекендеп қалды. Күзге шейін кетпеді. Қамбар атай шөп шапса, Қараторғайы шегіртке қырады. Құрт, шегіртке, инелік, маса, шыбын бәрі де егіннің жауы ғой. Сол жаулардың бәрін Қараторғай құртады. Қараторғайдың пайдасы ұшан теңіз. Қамбар атайдың «Қонағым қолы басындай, мінезі қорғасындай» дегені сол Қараторғай екен. Оқушылар, мәтінді мұқият оқып болсақ, мәтінге сүйеніп, әңгімеде қонақ сөзінің мәнін түсініп, Қараторғай пайдасы туралы не айтылғанын айтайық. Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырмамыз.
табиғатты қорғау дегенді қалай түсінесіздер? Ендеше табиғатты қорғау туралы анықтама сөздік жаз. Тамаша оқушылар. Келесі тапсырмамыз Қараторғай атынан туған жерге оралу жолдың қиындығын сипаттап, достарыңа хат жаз. Яғни, жылы жақтан ұшып келе жатқанда қандай қиыншылықтар болады, сол туралы өзің ойыңды жүйелі қағаз бетіне түсірейік. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі Жүсіпбек Аймауытовтың Қараторғай мәтінінен үйге тапсырма. Мәтінді оқиға желісіне қарай бөліктерге бөліп, жоспар құрып жинақтаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, оқушылар.